Біздің алғашқы сабағымыз түп сананы тазалау деп аталған болатын. Сіздер тапсырманың бәрін жақсылап орындады деп ойлаймын. Өйткені түп сананы тазалау бұл біз үшін ең бір маңызды сабақ болатын. Өйткені түп санада тұрған бағдарламалар, біздің кішкентай кезімізден келе жатқан блоктар, қорқыныштар, уайым, өкпе, реніш дегеннің барлығы адамның өмір бақи жолын жабады. Егер сіздің өткен шағыңызға өкпеңіз болатын болса, қорқынышыңыз болатын болса, біз негізгі бағытымыз қазір бай бол және бақытты бол деп айтып жатырмыз ғой. Сондықтан байлық зонасына өту үшін, ақша табам деу үшін ең алдымен сіздің мына жадыңыз таза болу керек. Өйткені біз бір стақандағы судың ішінде шығын тұратын болса, қандай да бір сұйықтық болатын болса, біз оның үстіне су құямыз деп іше алмаймыз ғой. Өйткені оның үшін босату керекпіз. Сол сияқты біздің қазіргі негізгі мақсат сіздің түп санаңыздағы бағдарламаны тазалап, керек емес жерін алып тастап, дұрыс бағдарлама орнату. Ол тек қана өзіңіздің қолыңызда екенін тағы да бір ескертіп өтемін. Сондықтан да біз түп сананы өзгертуге шамаңыз келмесе, өткенді ұмыта алмай жатырмын, кешіре алмаймын, мен қорқыныштан құтыла алмай жатырмын деген уайымдарыңыз болса, еш уайымдамасаңыз болады. Себебі бұл бірден болып кете салмауы да мүмкін. Мысалы, сіздің жасыңыз 30-35 шамасында болса, ол 30 жыл, 35 жыл арқалап келе жатқан негативті жаңағы ойлар, ол бір күнде шыға салмауы мүмкін. Сондықтан да еш уайымдамаңыз. Аффирмация. Сіздер қазір аффирмацияны толық тыңдадыңыздар, түсініп алдыңыздар деп ойлаймын. Аффирмацияны қалай сауатты айту керек, қалай қажетімізге жаратамыз, оның барлығын сіздер білесіздер деп ойлаймын. Білмей жатқан болсаңыздар, 2 сабақта 30 тәулік бойы, 1 ай бойы сақталып тұрады. Қайталап, қайта көрсеңіздер болады. Тағы да қайталап айтам, нәтиже бірден болмайды. Ал енді бірден болып кетсе, онда әрине тіптен жақсы. Енді біз келесі бөлімге көшеміз, біз байлық зонасына өте бастаймыз. Жалпы менің осы онлайн курс басталғалы бері жарнамаларымды қадағалап көріп жүрген болсаңыздар, барлығында айтылып жатыр. Адамдарда ақша жоқ емес, ақша жайлы білім жоқ деп айтып жатырмыз. Ақша жайлы білімі жоқ адамға қазір біз $100,000 беріңіз, $200,000 беріңіз, ол сізге 2 айдан кейін қайттан ақша сұрап келіп тұрады. Өйткені ол ақшаны қалай жаратуды білмейді, ақшаны қалай шақыруды білмейді. Ал енді жаңа тағы да қайталап айтам, аяққа тұрып алған кез келген кәсіпкердің қазір бүкіл дүние мүлкін алып қайда апарып тастаңыз, ол аяққа тұрып алады. Бұның себебі неде? Біз осындай ақшаны қалай қолымызға шақырамыз, жалпы қалай ештеңеден тапшылық көрмей өмір сүруге болады. Бұның бәрі неге байланысты? Бұл сәтсіздік па, жоқ әлде шындығында пешенеге жазылған дүние ма? Осыны біз қазір талқылайтын боламыз. Адамға берілетін несібе жалпы пешенеде жазылған. Енді қараңыздар, дәл осы жерде пешенеге жазылып қойған болса, несіне сабақ оқып отырмыз, ақыры жазылған екен. Бәлкім біздің пешенемізде кедейлік деген жазу тұрған шығар деген уайымға салынып кетулеріңіз мүмкін. Мен осы онлайн курстың жарнамасын жасай бастаған кезде байқасаңыздар, 80% жақсы пікірлер болды, 20% негативті пікірлер жазылды. Ақша жасау үшін жасалынған нәрселер. Бұндай алаяқтарға сенуге болмайды. Елдің бәрі байып кете бере ма сонда? Бұл не деген ғажап, жай ғана сөйлеп жатасында байып кете салады екенсің деген сияқты негатив пікірлер, сенбеушілер өте көп болды. Мен ойлаймын, бұл курс болсын, жалпы кез келген әлемдік коуч, мотиваторлардың ютубтағы әңгімелерін тыңдайтын болған кез келген адам өзіне қажетті білім алады. Қажетті білім алған адам білімді өзіне жарататын болса, ол міндетті түрде қаржылық жағынан болсын, моральдық жағынан болсын, ол міндетті түрде өседі. Ал енді жаңағыда пешенесіне кедейлік жазылған адам, өспеймін, осылай болып кеттім деген адам, жаңағы негативке толы адам, ол енді сенбейді шындығында. Сондықтан сіздер қазір онлайн сабаққа қатысып жатырсыздар, сеніммен келіп отырсыздар, тіпті сенбеген болсаңыздар да, әйтеуір бір көре салайық деп қатысқан болсаңыздар, сіздерде өзгеріс басталып жатыр деп есептесеңіз болады. Сіздің алдыңызда ашылып тұрған 1000 есіктің сіз бүгін біреуін ашып келіп тұрсыз. Мен осы Қуаныш Шонбай мырзамен болған сұхбатымды кеше бір қыз жазыпты, мен бір танысыма жібердім дейді. Өмірі психологияға сенбейтін, түп сана деген бұның бәрі ертегі, бұның бәрі жаңа аңқау елге арамза молдалардың айтып жүрген өтірік насихаты деп сенбейтін адамға сол сұхбатты көріңізші деп жібере салсам, ана кісі хабарласыпты дейді, мынау деген бір ғажап дүние екен ғой деп. Аллах тағала көкірек көзін ашты, адам түсінді. Сол сияқты көкірек көздеріңіздің ашылуына мен тілектеспін. Мейлінше мұқият болғандарыңыз қалаймын. Барлықтарыңыз
өздеріңізді маңдай терілеріңізбен тапқан адал ақшаларыңызға қосылып жатсыздар. Көптеген қыздар, мен қателеспесем, құрбыларына сыйлық жасап осы жерге қатыстырып жатыр. Сондықтан да өте мұқият болғандарыңызды қалаймын. Әсіресе осы онлайн сабақтар жүріп жатқан кезде біз 30 күн ораза ұстаймыз ғой. 30 күн ораза кезінде Аллах тағаладан қорқамыз. Қорыққандықтан біз аузымызға нәр сазбаймыз, тамақ салмаймыз, су ішпейміз, аштыққа да шөлге де шыдаймыз, артық сөйлемеуге тырысамыз. Себебі 30 күн оразаның нәпсіміздің жөнделгеніне, ағзамыздың тазаланғанына, көзіміздің демалғанына, жамандықты көргеннен, аузымыздың жаман сөз айтудан демалуына біз өзіміз көмектесеміз. Сол сияқты біздің бір айлық курсымыздың нәтижелі болуына сіздер де маған көмектесулеріңіз керек. Бірінші сіздерден керегі сенім, екінші мұқият ыждахатты тыңдап және соны тапсырманы мұқият орындағандарыңызды қалаймын. Үшінші бір нәрсе, осы сөзге жақсылап мұқият болыңыздар. Адам, өткенде де айттым, мына үйден екінші үйге көшетін кезде міндетті түрде аласапыран болады. Киіміңіздің қайда қалғанын білмейсіз, қай ыдысыңыз қайда, қай жәшіктің ішінде, қай сөмкенің ішінде неғып қалғанын білмей кішкене берекеңіз қашады. Үйде көшіп жатырмыз деп айтамыз. Керей болсаң көшіп кел, көшіп біте алмай жатырмыз. Әуре сарсаңға салынып, затыңызды таппай, жүйкеңіз жұқарып, шаршап берекеңіз қашады. Сол сияқты. Мынау кедейліктің зонасынан байлықтың зонасына өту үшін, мына бір қиналып жүрген аймақтан сіз бір тып-тыныш, жаныңыз қалайтын ортаны жасап сол жаққа көшу үшін де сіздің миыңызда, өміріңізде аласапырандар болуы әбден ықтимал. Мысалы үшін сіздің қазір ең бірінші өзгерісті сіз енді түп сананы тазалауға қатыстыңыздар, білесіздер, аффирмация айтуды білесіздер. Ең бірінші өзгерісті өзіңізден бастайсыз. Яғни кімде-кім сіздің жүйкеңізді жұқартады, кімде-кім сізге жаман сөз айтады, кімде-кім ауыр сөздер айтады, осындай сөздерге мүлде энергия бермеуіңіз керек. Мүлде энергия бермеуіңіз керек. Өйткені өзі біздің исламда, мысалы үшін, адам бір намаз оқып бастайын десе, бір дінге келейін десе, жындар қатты жұмыс жасап кетеді. Аз қылушылар көп болып кетеді, намазын қайта ұмытып кетіп жатады, таң намазынан ұйықтап қала беріп жатады. Сол сияқты дінде біз жын, шайтан дейтін болсақ, психологияда маятник дейміз. Сондықтан да бүгін біз осы маятник тақырыбына мен кеңінен тоқталғым келіп отыр. Бұл тек қана байлық зонасына өту үшін емес, бақытты болғыңыз келе ма, маңайыңызды өзгерткіңіз келе ма, жан-жағыңызда кімнен қысымшылық көріп жүрсіз, кімнен ауыр сөз естіп, жаныңызды жаралайтын сөздер естіп жатырсыз, бәрінің өзгеруіне тікелей ықпал ететін нәрсе тура осы бүгінгі сабағымыз. Сондықтан да мұқият болғандарыңыз дұрыс. Біріншіден, жаман негативтердің жиынтығы бұл маятниктер деп аталады. Адамның көңіл күйін түсіретін дүниенің бәрі маятникке жатады. Кредит маятник, қарыз деген маятник, кедейшілік маятник, қызғаныш деген маятник, өкпе маятник, реніш маятник, біреумен ұрысу маятник, ажырасу маятник. Яғни адамның көңіл күйін түсіретін дүниенің барлығы маятник деп алайық. Жын дейсіз ба, шайтан дейсіз ба, әйтеуір жақсы нәрсе емес бұл. Сондықтан адамның маятнигі деген үнемі мынандай қозғалыста болған кезде, үнемі қозғалып тұрған кезде адамның жаны жай таппайды. Біреумен ұрысқысы келеді, біреуге тиіскісі келеді, баласы да қырсық, күйеуі де бір жатып жер оңбаған, енесі бір қатыгез сияқты, көршілердің бәрі бір ұятсыз болып кеткен, құрбыларының бәрі сөз түсінбейтін, жаны ашымайтын, сондай бір өсекші, бір сондай болып көрінеді. Жан-жағыңызда сіздің жүйкеңізге тиетін адамдар, жағдайлар өте көп болса, сіздің маятникті тынышталдыру керек ең бірінші. Қараңыздар, бұл мынау кеңістіктегі жаңағы негативті энергетика дедік қой, қызғаныш болсын, ашу, реніш, өкпе деп бүкіл осындай негативті дүниелер. Мына қараңыз, егер сіз күйеуіңізді қызғандыңыз деп қарайық, қызғандыңыз, маятник қозғалып кетті. Маятник қозғалған кезде бүкіл проблеманы алып кетеді. Күйеуіңізді қызғандыңыз ба, ол қызғанышпен тоқтамайды. Оның аяғы қызғаныш ұрыс керіске алып келеді, ашулануға алып келеді, жүйкеңіздің жұқарғанын алып келеді. Жүйкеңіз жұқарып, ашуланып отырған кезде сіз өліп кетсеңіз де балаңызға махаббатпен сөйлемейсіз. Сіз ешкімге жаныңыз жадырап, мына жақта ашуланып ұрысқаннан кейін сіз көршілеріңізге болсын, үйдегі адамдарға болсын, күлімдеп қарай алмайсыз. Өйткені сіздің маятнигіңіз қозғалып тұр, сіздің қабағыңыздан қар жауып тұр. Сондықтан бізге ең бірінші жұмыс, кез келген, тағы да айтайын, сізге не ұнамайды? Ұнамайтын дүниенің барлығы маятник. Енді қараймыз, бұл маятникті қалай тоқтатамыз деген сұрақ туады. Маятник тоқтату үшін біз не істейміз? Кез келген көңіл күйді түсіретін жағдай орын алған кезде, бұл
маятник деп аузымызды жабуға тырысамыз. Ең бірінші тілді тыю. Тағы да қайталап айтам, исламдағы ең үлкен маған қатты ұнайтын сөз бұл, үнемі айтам, бұл психологияда бірінші қағидат. Жақсы сөйле, болмаса үндеме. Мысалы, маған қыз келіншектер айтып жатады, 18 жыл болды ұрысып жүрміз күйеуімізбен. Енді ажырасатын болып қалдық. 18 жыл бойы ұрысып келе жатырсыз. Ешқандай нәтиже жоқ. Адам тактиканы өзгерту керек қой. Мысалы үшін сіздің басыңыз ауырған кезде аналгинге жазылмаса, сіз қайтадан іше бермейсіз ғой, басқа амалын жасайсыз. Яғни басқа әдіске көшесіз, үндемей көріңіз. Жалпы мұсылманның ең мықты екі қаруы бар дейді. Осы екі қаруды білген адам, үнемі қолдана білетін адам, қай жағдайда болсын жеңіп шығады деп айтады. Бұл не дегенде үнсіздік және күлімсіреу екен. Қайталап айтам, үнсіздік және күлімсіреу. Көптеген қыз-келіншектер айтып жатады, үндей алмаймын, шыдай алмаймын. Себебі сіздің маятнигіңіз өте күшті. Мысалы үшін бүгін ашуландыңыз, күйеуіңізді қызғандыңыз, айқай-шу болды. Жарайды, болмаса енеңізбен келісімшарт не болмай қалды, келісе алмай қалдыңыз, ата-анаңызбен бір конфликт болып қалды. Кез келген адаммен келдің, не болды? Маятник энергия алып болды. Энергия алған кезде бұл деген өте қатты жұмыс жасайды былай. Егер сіз көңіл күйіңізді түсіретін кез келген жағдайда үндемей үйренетін болсаңыз, маятник сізден энергия ала алмайды. Бұл сізді басқара алмайды. Бұны мен не үшін айтып жатырмын? Себебі біздің келесі тақырыбымыз байлық зонасы деп айтылады. Байлық зонасына өту үшін айтып отырмыз. Бірінші біз тақырып, жалпы маған өткенде бір кісі хат жазып отыр. 3 ұлым бар дейді, 3-еуі де шетелде тұрады дейді. Жолдасым үлкен қызметте жасаған дейді. Енді ел танитын азамат болу керек, бірақ аты жөнін жазбаған. Бірақ мен дейді 30 жыл отастым, ешқандай әйелдік бақытты сезінбедім дейді. Қарап отырсаңыз бәрі бар, шетелде балаларының бәрі оқиды, әр қалада үйі бар. Бірақ әйелдік бақытты сезінген жоқпын дейді. Себебі менің жолдасым өмір бойы сондай жүріс жасады дейді. Сол күйеуіммен алыстым өмір бақи, не істеп жүр, не қойып жүр, алыстым. Қайын жұртыммен ара қатынасымыз онша болған жоқ. Ақыр аяғында балаларымыз енді кішкене салқындау болып өсті дейді. Себебі әйел енді күйеуімен алыса берген балаларға мейірім махаббатты бөле алмаған. Үлкейген кезде бала не махаббатты қайтарады, өзінде жоқ болса балалар, не қалыпты жағдай. Сондықтан да былайша айтқанда өмір бойы не әйелдік бақытты, не аналық бақытты сезіне алмадым дейді. Мен өте жалғыз сезінемін өзімді. Қазір күйеуім қасымда, мен оны көргім де келмейді дейді. Қарап отырсақ, біз неге тақырыпты бай бол және бақытты бол деп қойдық? Себебі байлық бақыт әкелмеуі әбден мүмкін. Көп адам ойлайды, қарыздан құтылсам болды, бір арманым жоқ, кредит жоқ. Арман ешқашан таусылмайды. Сондықтан ең бірінші біз бақытты болу деген системаны қазір қолға алып, осы бойынша жұмыс жасаймыз. Сіз түп санаңызды тазалайтын болсаңыз, аффирмацияны дұрыс айтып үйренсеңіз, яғни жақсы сөйлеп үйренсеңіз, маятникке энергия бермей, кез келген жағдайда тіліңізді тістеп, үндемей, өз-өзіңізді ұстап үйренген болсаңыз, сіздің жүрегіңіз біртіндеп тыныштық табады. Маған бір қыз бүгін хат жазыпты, сіздің сабағыңызға қатысып едім, бірақ түк нәтиже жоқ, неге олай дейді. Қай сабаққа қатыстыңыз? 4 түгел болса қатысқан. 4 түгел болғаны 2 апта болған жоқ әлі. 2 аптаның ондай өзгеріс болмайды. Сіз 2 күнде бір үйден бір үйге көшіп кете алмайсыз ғой. Сіз үй іздейсіз, оны табасыз, оны өзіңізге ыңғайлайсыз, мына жақтағы дүние мүлкіңізді жинайсыз. Тура солай. Көшу оңай емес. Тағы да қайталап айтам. Мына жаққа көшіп бара жатқан кезде маятниктеріңіз қатты жұмыс жасауы мүмкін. Сіз жан дүниеңізді бала шағаңызбен, жан жүрегіңізбен бір тыныш, бақытты, берекелі жаққа көшіп бара жатырсыз дәл қазір. Сондықтан да бұл нұсқаулықтарды сіз тәптіштеп жасаңыз. Әркім айтуы мүмкін, ой, сол оттағанға сеніп жүрсің ба, солар деген ақшаңды жинап алып та соған байып жатыр, соларды байытып жатырсыңдар ма деген сөз әлбетте болып жатыр. Әсіресе қыз-келіншектердің, мен шамамен сезем, күйеулерінің тарапынан болып жатқан сияқты. Бірақ енді бір қуантатын жағдай, көптеген жігіттер маған хат жазды, сіздің сабағыңызға әйелім қатысқанда қатты қарсы болып едім, бірақ неге екенін білмеймін, сол сабаққа қатысқаннан кейін өмірімізде қызық өзгерістер болып кетті. Әйелім мен қатты қызғанбайтын болып қалды, іздемейтін болып қалды, ерекше әйелімді жақсы көре бастадым деген болды. Тіпті 1-2 жігіттер қатысып, жаңағы енді былай жүріс жасайды ғой, енді бір жігіттік серілік қылып, сол жігіттер менің отбасымның қандай бағалы екенін білдім, әйелімді қаншалықты жақсы көретінін түсіндім.
көрдім, өзімнің әйеліме, отбасыма көрсететін махаббатты далаға шашып жүргенімді. Бұл энергетика деген дүние, бұл сұмдық бір күш екен ғой, біз соны білмеппіз деген көптеген хаттар болды. Сондықтан да біреу қарсы шығып жатса еш мән бермеңіз, өзгеріп жатқан басқалар емес, сізсіз. Осыны ұмытпаңыз. Және сіз өзгерген кезде міндетті түрде сіздің айналаңыз өзгереді. Яғни бүгіннен бастап жасайтын жұмысымыз осы. Біз бүкіл жағдайда мінез құлқымызды көркемдеуді үйренеміз. Мінез құлықтың көркемдігі деген біз көбінесе мынандай нәрсе бар. Байлық зонасына өту деген айтамыз, иә. Байлық. Ойымыздың бәрі ақша, ойымыздың бәрі байлық. Мысалы үшін бізде Ықылас сүресін барлықтарыңыз жақсы білесіздер деп ойлаймын. Раббана атина фи дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар дейді. Аллах тағалам бұл дүниенің азабынан, ақыреттің азабынан сақта дейді. Сол сияқты біз ақыретке сенетін мұсылман халықпыз. Екі дүниенің байлығын сұраймыз Алладан сұраған кезде. Біз бұл дүниеміздің ғана байлық осы жақтан ішіп жеп кетсек деп ойлаймыз шындығында. Ал қарап отырсаңыз, ешқандай бай, ешқандай патша өзімен өзінің тағын, бағын, байлығын алып кете алған жоқ. Бұл қалатын дүниелер, иә. Біз ертең мәңгілік дүниеге өткенде не алып кетеміз, осы жағында ойлау керек. Сол үшін бізге керегі қазір мінезіміздің көркемдігі. Аллах тағала кез келген нәрсені адамның ниетіне, мінезіне сай қылып береді. Сол үшін біз қазір байлық берген кезде де ертең мысалы үшін байлық зонасына өту туралы айтатын боламыз. Ақшаны қалай шақыруға болатын туралы мен де айтатын боламын, Қуаныш мырза айтатын болады. Одан кейін сіз тәптіштеп миыңызды жұмыс жасатқан кезде ақша сізге келе бастайды. Міндетті түрде келе бастайды. Бірақ көп жағдайда сол міндет ақша келген кезде көзіңіз көрмей қалатын жағдай болуы мүмкін. Ақша келген кезде жан-жақтағы адамдарын танымай қалатын. Өмір бақи осындай бай болып жүре береді екенмін деген оймен ақшаны оңды-солды шашып, жаңағы тәкаппарланып кететін кісілер де болуы мүмкін. Сол үшін бізге ең бірінші керекті дүние мінезімізді жөндеу. Мінезді жөндеу деген сол, маятникті қозғамасаңыз болды. Мінездің көркемдігі деген осы. Мынандай бір нәрсені мұқият сақтаңыздар. Мысалы, мен жай ғана мысалмен айтайын. Сіздің маятнигіңізді қозғайтын балаңыз бар. Балаңыз қырсық, бәлкім тіліңізді алмайды, бәлкім сабақты нашар оқиды. Мүмкін жаңағы күйеуіңіз тарапынан күйеуіңіз сізді қызғандыратын тірліктер жасайды. Кеш келеді, телефонын алмайды деген сияқты нәрселер, иә. Қараңыз, сіз осы кезде не істейсіз? Маятникке энергия бермейсіз. Бұның бәрі маятник екенін сіз жақсы білесіз. Кешіксе кешіксін, қызғандыру маятниктің бірлігі. Телефонды шұқыламаймыз, іздемейміз, бұның бәрі сабыр сақтаймыз. Дәл осы кезде маятник жындар екі есе жұмыс жасай бастайды. Күйеуіңіз одан сайын өзін күдікті тірліктер жасауы мүмкін. Одан сайын кешігуі мүмкін, тіпті қонбай қалуы да мүмкін. Бұл маятник. Себебі сіздің маятник қозғалмаған кезде күйеуіңіздің маятник қозғала бастайды. Неге осы кетіс болмай кетті? Маятниктің жұмысы не? Адамдарды ажырату, ұрыстыру, берекесін қашыру, ашуландыру. Ол маятник жұмыс жасауы мүмкін. Оны кешіктіру мүмкін. Оған жаман ойлар салу мүмкін. Сіз маятникке энергия бермеген кезде, ол маятник міндетті түрде жеңіледі. Мен сіздерге түсінікті айта алдым деп ойлаймын. Егер түсінбеген болсаңыздар, бұл сабақты бірнеше рет қайталап көрсеңіздер болады. Тағы да қайталап айтамыз. Сабағымыз 30 күн бойы сақталып тұрады. Маятник тақырыбын жақсы ұқтыңыздар деп ойлаймын. Қазақта мақал бар, иә. Бір күн ұрыс болған жерде 40 күн береке болмайды дейді. Енді осы сөзден ақ сіздердің көпшіліктеріңіз не үшін үйде берекенің болмайтындығын. Береке деген не? Береке деген байлық. Не үшін ақша келмей жатыр? Не үшін кредиттен құтыла алмай жүрсіз? Не үшін қарыздың апанына түсіп кетіп шыға алмай жатырсыз? Маятник тақырыбынан шамамен түсініп қалдыңыздар деп ойлаймын. Өйткені ұрыс керіс болған үйде 40 күн береке болмайды. Біз ұрыстық, 40 күн әлі біткен жоқ, 15-ші күні қайтадан жалғастырамыз, 20-ші күні қайтадан жалғастырамыз. Өмір бақи сол берекесіз ұрыс керістің айналасында жүрміз. Біздің негізгі шаруамыз, түп санамызды тазаладық, дұрыс сөйлеуді үйрендік. Ұрыс керісті біз тоқтатқанда не болады? Біздің үйіміз негативті энергетикадан тазаланады. Негативті энергетикадан. Үй тазалаудың
бір-екі техникаларын айтып өтейін, бәлкім сіздерге керегі болып қалады. Жалпы үйдің аурасын тазалау деген нәрсе. Үнемі ұрыс керіс болып тұратын үйге, кейбір үйлерге өздеріңіз барсаңыздар, осы үйге келсем ұйықтай алмаймын бір. Болмасам осы үйге келсем бір керемет үйімде ешқандай ұйықтаймын деп айтып жатады. Неге? Энергетиканың тазалығына байланысты. Егер үйіңізде ұрыс керіс көп болған болса, үйіңізде науқас адамдар болған болса, көңіл күйді түсіретін үйіңізде бір қазір бір жайсыз қиындыққа толып жатса үйіңіз, үйді тазалаудың екі техникасы. Біріншісі Құран қойып қою. Телефонмен жайлап қоясаңыз болады. Ол өзімен өзі ойнап тұра береді. Ұйықтап жатқан кезде қоясаңыз, Бақараны қойыңыз, Аятул Күрсіні қоясаңыз болады. Өзімен өзі ойнап тұра береді. Ол жындарды тазалайды. Екінші бір техника қонақ шақыру. Ешқандай қонақ жаман ниетпен келмейді, естеріңізде болсын. Және міндетті түрде ішкен жеген үшін сізге алғысын айтып келеді. Ол айтпаса, Аллах көріп тұр, кез келген қонақ үйге 10 несібемен кіреді, біреусін жейді, 9 несібесін тастап кетеді. Бұл өте менің көп қонақ шақыратындығымды бәріңіз жақсы білесіздер. Мен кез келген көңіл күйім түскен кезде, үйде сәл жайсыздық болса, міндетті түрде қонақ шақырам. Бұл 100% жұмыс жасайтын техника, сондықтан жасап көріңіздер. Және үйіңіздің берекесін арттырады. Келген қонақтармен әңгімелесесіз, жаңағы кез келген қиын жағдайда ойыңыз бөлінеді, көңіліңіз көтеріледі, бар жағынан өте жақсы көмектесетін техника. Енді бір нәрсе, біз неге ашуланбайтын жерде ашуланып өз-өзімізді ұстай алмай қаламыз? Себебі проблема, тағы да қайталап айтамын, түп санада мида. Миымызда уайым көп, проблема көп, ананы қалай істеймін, мынаны қалай істеймін, қалай құтыламын, мынау қашан жөнделеді, мен ананы жақсы көрмеймін, мынау бұндай деген сияқты. Миымызда уайым, қайғы көп. Байқасаңыздар, көп деген, біз айтамыз ғой, жай ғана көп адамдар айтады, миым тып-тыныш дейді. Кез келген қазір мен сіздерді байқайын, дәл қазіргі уақытта өзіңіз тексеріп қарайтын болсаңыз, тілдеріңіз таңдайларыңызға жабысып тұрады, Дәл қазір қай-қайсыңыз болсын, тіліңіз таңдайыңызға жабысып тұрады. Адам ұйықтаған кезде жағы ашылып кетеді. Жағы ашылып, ауыз ашылып ұйықтайды, рахаттанып ұйықтаған кезде байқасаңыздар. Яғни, ми толық демалған кезде адамның денесі босайды, особенно әсіресе жақ сүйектері босайды. Толық демалған кезде. Тілдің таңдайға жабысып тұрғаны сіздің үнемі денеңіздің ширап тұрғандығын, сіздің басыңызда уайымның көп екенін, сұрақтың көп екендігін білдіреді. Сондықтан біз адам негізінде біз былай жасайды да, менің жүрегімде қорқыныш бар, оны қалай шығарам деп менен сұрайды да. Сіздің жүрегіңіздің ішінде қорқынышты мен білмеймін. Сосын әке-шешесінен сұрайды, мама, мен уайымдай беремін, не істесем болады? Сіздің жан дүниеңізде болып жатқан нәрсені сіз өзіңіз ғана білесіз. Өзіңіздің қолыңыздан келеді. Бірақ біз неге не істейміз білмейміз. Себебі біздің миымыз тыныштық бермейді. Сондықтан бізге ең бірінші тапсырма бүгіннен бастап осы онлайн сабақтың барысында сіздерге қойылып, қалай жасау керек екенін барлығы айтылатын болады. Біз медитация жасап үйренуіміз керек. Мысал үшін қараңыздар, мен дәл қазір айтсам, бәріңіз тып-тыныш халде сабақ тыңдап отырсыз. Қазір сіз жүрегіңіздің соққанын естіп тұрсыз ба десем, жоқ, естіп тұрған жоқсыз. Ешқайсыңыз естіп тұрған жоқсыздар. Бәріңіз мені тыңдап отырсыздар, миларыңыз тыңдап отырсыздар, болды. Сондықтан да біз жүректі тыңдау үшін не істейміз? Миды өшіреміз. Миды өшіруге шамаңыз келмей, жүрегім қалай соғып тұр деуге шамаңыз келмей, уайымдап тыңдай алмай жатыр, не істеймін десеңіз, еш уайымдамаңыз. Терең бір демаласыз, болды. Мынау бес саусағыңыз бес саусаққа тигізетін болып, жай ғана отыратын болсаңыз, адам жүрегінің қалай соғып тұрғанын естиді. Адам жүректің соғысына көңіл бөлген кезде, миы тыныштала бастайды. Байқап көрсеңіздер болады қазір. Бүкіл денеңіз тыныш табады. Сондықтан, мысал үшін, сіз азаннан кешке шейін есіктің алдын жүгіріп, сыпырдыңыз, жинадыңыз, кір жудыңыз, үйді жудыңыз, айттыңыз, бүйттіңіз, түнде төсекке құлайсыз шаршап. Сіз одан кейін кітап оқуға да шамаңыз келмейді, жұмыс іштекеге шамаңыз келмейді. Сол сияқты миымыз күні-түні былай жұмыс жасап тұрады да, күні-түні тыныш таппай, ананы ойлаймыз, мынаны ойлаймыз, не болсын ойлаймыз, уайымдаймыз, осылай өсек тыңдаймыз, арасында сериал қараймыз, миымыз үнемі осындай жұмыс жасап тұрғаннан кейін бізге қажетті ақпаратты бермейді. Адам өзі ойланып, мысал үшін, мен қайдан білем, өлең шығаруды қайдан білем? Мысал үшін, сіз таңертең тұрған кезде тіс жуу деген ешкім айтпайды, сіз миыңыз оған қалыптасып алды. Сол сияқты миды қалыптастырып алаңыз. 1 күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн, 5 күн медитация жасап отыратын болсаңыз, біртіндеп көп қыздар жазады, өзімнің орнымды таппай жүріп, мақсатымды білмеймін, немен айналысатынымды білмеймін. Себебі мида тыныштық жоқ.
миларыңызды тынышталдыратын болсаңыздар, бүкіл сұрақтың жауабын өзіңіз табасыз. Денеңізді босатыңыз, 5 саусаққа қойыңыз, және мына біз қазір медитацияны қалай жасау керек екенін қыздар айтатын болады. Сол бойынша медитация жасаңыз. Күнде ұйықтайын деп жатқан кезде соғұрлым Инстаграм шұқылап жатасыздар. Соғұрлым не болса соны қарап жатасыздар. Медитацияны қойып қойыңыз да демалып ұйықтаңыз. 10 күн, 15 күн дегенде миыңызда тыныштық пайда бола бастайды. Мида тыныштық пайда бола бастаған кезде не болса соған ашуланбайтын боласыз. Біртіндеп мінез орнына келе бастайды. Екінші бір нәрсе. Бұл да бір маңызды нәрсе. Мысалы үшін, мен өзім телефонымда өзіме ұнамайтын сайттарды, жамандық жазатын, бір қатыгездікті насихаттайтын сайттарды, бағдарламаларды мүлде көрмеймін. Неге? Мысалы үшін былай алып қарайықшы. Мысалы үшін, сіздің балаңыз бүгін футбол көріп отыр әкесімен бірге. Әкесімен көріп отыр, жай ғана көріп отыр. Қасында ойын ойнап отыр, әкесі көріп отыр, ол қарап отыр. Біртіндеп сіздің балаңыз бүкіл футболшының аты жөнін жазып жаттап бастайды. Біртіндеп футболға қызығушылығы бастап оянып, балалармен футбол ойнап бастайды. Bir қараса жаңағы алаңның ортасында допты алып өзі ойнап кеткен. Кез келген негативті жаңалық осылай. Бүгін жай ғана тыңдап отырсыз. Bir қарасаңыз, бұның неге өкімет қолға алмайды, елбасы қайда қарайды, билік қайда деген сияқты комментарийлер жаза бастайсыз. Bir күні қарасаңыз, едімдермен талқылап отыр, бір күні қарасаңыз, сол негативті оқиға сіздің басыңызға келіп жатыр. Сондықтан, мысалы үшін кішкентай ғана қораптың ішіне сіз алтын сырғаңызды, жүзіктеріңізді салып қойсаңыз, қазба байлық салынғандай сіз оны сақтап жүресіз. Ал енді ішіне қалған құтқан қоқыс салатын болсаңыз, су соғып тастай саласыз. Сол сияқты миымызды қоқыс жәшігіне толтырмаймыз. Кез келген естіген ақпаратты миға қабылдамауды үйренеміз. Бірақ ол мүмкін емес. Тыңдаған нәрсенің бәрі миға қабылданып қалады. Сол үшін жамандық айтылып жатыр ма? Керек жоқ. Авария болыпты бәленбай қалада, керек жоқ, тыңдамаймыз. Ұшақ құлапты бәленбай адам өліпті, керек емес, тыңдамаймыз. Қажетсіз бақытсыздықты насихаттайтын сериалдар керек емес, тыңдамаймыз. Сіз қосып қоясыз. Мысалы қараңыздаршы, мен қазір былай айтайын. Біз жай ғана көреміз, ондай нәрсе болмайды. Мысалы мен қазір айтайын. Ештеңке ойламаңыздар. Дәл қазір сіздерден өтініш. Құлпынай туралы ойламаңыздаршы десем. Түгеліңіз қазір Құлпынай ойлап кеттіңіздер, көрдіңіздер ме? Құлпынай миға кірді енді. Ойламаңыздар десем де сіздер айлан кеп Құлпынайды ойлай бересіз. Өйткені мен Құлпынай деген ақпаратты сізге лақтыра салдым, болды. Сондықтан біз үшін ең маңызды. Сіз көрген кинода, сіз көрген YouTube каналындағы видеолар болсын, парақшалар Инстаграм желісіндегі, сіз қарағанда сіздің көңіл күйіңіз түсірмейтіндей, қуантатындай, көңіліңізді көтеретіндей болсын. Миымызды жаман ақпараттардан сақтаймыз. Аузымызды жаман сөйлеуден сақтаймыз. Құлағымызды жаман нәрсені естуден сақтаймыз. Көзімізді азғындықты көруден, жамандықты көруден, қайғы қасіретті көруден сақтаймыз. Бүкіл тұла бойымыз, кәдімгі ораза ұстағанда бүгіннен бастап, түгел тыныштықта болуы қажет. Осы нәрсені қадағалаңыздар. Медитация міндетті түрде жасаған кезде тағы да қайталап айтам, міндетті түрде жасаңыздар. Өйткені маған қазір көп адам айтады, сіз қалай психологияға келіп қалдыңыз, қалай сіз кітап шығарып кеттіңіз, қалай сіз желілік бизнесқа келіп қалдыңыз, неге бұның бәрі сізге табысты болып жатыр? Бар жақтан маған ешкім кітап жаз деген жоқ. Маған ешкім сен психологияға келіп халыққа насихатта деген жоқ. Бұның бәрі өзімнің жан дүниемнен шыққан идеялар. Қайдан шықты? Мен 3 ай, 4 ай жүйелі түрде медитацияны жасаған кезде маған өзімнің миым өзіме көмектесе бастады. Неге кітап шығармасқа? Неге осындай курстарды жүргізбеске? Неге сабақ айтпасқа? Мысалы үшін мен бұрын поэзия жазбайтынмын. Қазіргі кезде аздап поэзияда жазып жүрмін. Өйткені менің миым қазір өзімнің көмекшіме айналды. Өзіме жақсы ақпараттарды беріп тұрады, жақсы идеялар келіп тұрады. Қайталап айтам. Маған берілген денсаулық сіздерге берілген. Маған берілген мүмкіндік сіздерге берілген. Мен естіп жүрген ақпаратты сіздер ести аласыздар. Мен оқыған нәрсені сіздер де оқи аласыздар. Бірақ бұндай болу қайда? Сіз ақынсыз ғой, сіз ақылды білімдісіз ғой. Бұл шектеу сіздің миыңызда ғана. Алла тағала бүкіл құлына мүмкіндікті бірдей қылып берген. Осыны ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгіге толыққанды мәлімет ала алдыңыздар деп ойлаймын. Тағы да қайталап айтамын. Медитация және медитация. Намаз оқитын қыз келіншектер,
Құран оқып, намаз тыңдап бір кезде ана сүрелерді тыңдап, аяттарды тыңдап та демалып медитация жасасаңыз болады. Құран тыңдағанда жандары ләззат алатын кісілер болады. Тіпті керемет. Тыңдаңыздар, балаларыңыз ұйықтап жатқан кезде қойып қойыңыздар. Намаз оқып жүрген қыздарға тіпті бұл оңайлау болады, өйткені намаз оқитын кісілер көбінесе сабыр деген нәрсені біледі. Намаздың медитация екенін олар біледі. Медитация деген миды демалдыру, тағы да қайталап айттым. Сондықтан бүгіннен бастап миымызды, бұл ми деген сіздің өмір бақи қолыңыздағы компасыңыз. Солтүстікке жүресіз ба, оңтүстікке жүресіз ба, кедей боласыз ба, бай боласыз ба, ауру боласыз ба, сау боласыз ба, бұның бәріне сізді бағыттайтын компас миыңыз. Сондықтан осы миыңызды қажетсіз ақпаратпен толтырмай, не болса саған ашуландырып шаршатпай, миымызды сақтаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман сау болайық.